Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Бұл оқиға Оңтүстік Қазақстан облысының бір шағын ауылында болыпты. Отау құрғандарына небәрі 5-6 жыл болған Дәурен мен Айсұлудың ауылға қоныс аударғандарына аз ғана уақыт болатын. Дәурен тұла бойым тұңғышым, артымнан ерген тұяғым деп ұлының атын Ізбасар қойды. Ал одан 2 жасқа кіші қызының есімі Ләйлә, жан жары Айсұлудың төркіні қалада тұрады. Ал өздері бұл ауылға Дәуреннің шаруасына қолайлы деп көшіп келді. Сатып алған үйлері тәп-тәуір. Жаңа үлгімен салынған баспананың түр-сипаты еңселі, айналасындағы үйлермен салыстырғанда сонадайдан көзге ілінеді. Күн артынан күндер өтіп, жұбайлар бақытты өмір сүріп жатты. Дәурен күні бойы жұмыста, ал әйелі Айсұлу шаңырақта бала тәрбиесімен айналысатын. Айсұлу үйде жүргенде сәл тыныштық орнай қалса, әлде бір заттардың тысырынан селк ете түседі. Алғашында үй жиһаздарының тысыры шығар деп Айсұлу ештеңеге аса мән берген жоқ. Түн түндігі түріліп, тыныштық орнаған кезде де Айсұлу әлдекім еденді жайбарақат басып, әрлі-берлі жүрген секілді дыбыстардан оянып кетіп жүрді. Құлағын салып тыңдай қалса, әлгіндегідей дыбыс жоғалып кетеді. Бірде ол таң ата мынадай оқиғаға тап болды. Жолдасының таңғы асын беріп, жұмысына шығарып салған соң, Айсұлу төсек жинауға кіріскен. Күйеуінің көрпесін сілке жинап жатқанда, бірнеше жыланның бұралып жерге сарт ете қалғанын көріп, зәресі зәр түбіне кетеді. Дереу Дәуренге хабарласып, мән-жайды айтады, бірақ ол бұған айтарлықтай мән бермейді. Қорқыныштан қол-аяғы дірілдеп кеткен Айсұлу асханаға барып, су ішпек болды. Дереу асханаға жүгіріп келіп, ыдыстағы суға еңкейе бергенде еденмен жорғалай жүріп, ас үй жиһазының артына қарай кіріп бара жатқанын аңғарады. Сол күні Айсұлудың ештеңеге қолы бармады. Құдды бүкіл заттың арасынан жылан шыға келетіндей қорқыныш сезімі пайда болды. Кешқұрым Дәурен жұмыстан келген соң оқиғаның барлығын жолдасына бүге-шігесіне дейін айтып берді. Дәурен жатын бөлмедегі төсек орынның айналасы, асты-үстін, барлық бөлмелерді түгелдей тінтіп шықты. Бірақ ешқандай жылан ізін байқамады. Арада бірнеше ай өтті. Бұл кезде жанұяда жылан туралы қорқыныш сәл-пәл сейілгендей еді. Айсұлу әдеттегідей үй ішінде анау-мынау тіршіліктермен айналысып жүрген. Сәл дамылдамақ болып, жатын бөлмедегі кереуетке отыра кетті. Көзі ілініп кеткен екен. Түсінде жұмсақ құмның үстінде жалаң аяғымен олай да бұлай балаша ойнап жүгіріп жүр екен. Кенет селк етіп оянып кетсе, қос аяғының үстімен бір жылан сусылдап өтіп бара жатыр. Айсұлу ойбай деп ышқына айқайлап аяғын сілкіп қалғанда, жылан ұшып түсіп жоқ болды. Әйелінің үрейлі түрін көрген Дәурен әйелі мен 2 баласын қалаға төркініне жіберіп, өзі үйдегі жылан атаулыны өлтірмек болып үйінде қалады. Ертеңіне жұмысқа бармай, жыландардың жарыққа шығуын күтіп отырады. Кенет теледидар қоятын үстелдің артқы жағынан басы қылтия шығып, еденмен бойлай жорғалаған жыланды көріп, қолындағы балтасымен 5 бөліп тастайды. Осылайша көзіне көрінген жыланның бәрін балталай берді. Бірақ Дәурен мұнша жыланның үйге қалай кіріп, олардың қай жақтан шығып жатқанын ұққан жоқ. Бар ойы жыландарды жою. Жорғалаған жыланның бәрін өлтіріп бітірдім дегенде, әйелі мен балаларын қайтадан ауылға шақырып алады. Үйде жыланның қарасы көрінбегенге ерлі-зайыптылар енді тыныш өмір сүреміз бе деп ойлаған. Бірақ бұл ойлары бекер болып шықты. Түн ауа Айсұлу ауа жетпей қиналып оянып кетті. Көзін ашса, бір жылан оны қылғындыра мойнына оралып тұр екен. Қимылдай қалса, одан сайын тұншықтыра түсердей еді. Есіктің табалдырығында жолдасы Дәурен аузынан ақ көбік атылып, өлім аузында жатты да, артынша қинала шығарған даусы да үзілді. Жанында жатқан қос құлыншағы жалаңаш күйде әлдеқашан ажал құшқан. Айсұлу қос қолымен жыланды тартқылап тырысып көріп еді, болмады. Қол-аяғы тыпырлап, айқай салуға да шамасы келмеді. Ақыры соңғы демін шығарды. Бақсақ бақа екен демекші, бір шаңырақты бір түнде өлтіріп шыққан ордалы жыландар екен. Олар өздеріне қастық қылғандарды жер бастырып жүргізбейтін көрінеді.